Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен қайта кездескеніме қуаныштымын. Бүгін біз алдында өткен барлық шамалар мен түрлі тапсырмалар орындайтын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын шамалардың өлшем бірліктерін есімізге түсірейік. Бүгінгі өз сабағымызды бағалау шкаласы сызықшамен бағалаймыз. Біз алдындағы сабақтарда ұзындық, масса, көлемді өттік. Ұзындықтың өлшем бірліктері, яғни ұзындықты біз лентамен өлшеуге болады. Ұзындық өлшем бірліктері сантиметр, дециметр, метр. Масса, салмақ өлшемі. Бізге таныс өлшем бірліктері килограмм, центнер. Көлем, яғни сыйымдылық, литр. Ал енді балалар, кастрюль, шелек, басқа да кез келген ыдысты алып, олардың сыйымдылығы 1 литрлік арнайы ыдыспен өлшеп көрейікші. Әр ыдыстың сыйымдылығын салыстырамыз. Қай ыдыстың сыйымдылығы артық, қай ыдыстың сыйымдылығы ең аз деп есептейсіңдер. Дұрыс айтасыңдар. Осы ыдыстардың ішіндегі сыйымдылығы артық шелек екен. Ал сыйымдылығы ең аз ше. Ол литрлік арнайы ыдыс. Орысша басқа ыдыстардың сыйымдылығын қалай анықтасақ болады? Яғни басқа ыдыстардың сыйымдылығын арнайы 1 литрлік ыдыспен өлшеп, бұл ыдыстарға құйғанда әр ыдыстың неше литр су кететінін анықтай аламыз. Балалар, 66-шы беттегі екінші тапсырмаға қараймыз. Мынау сендерге берілген заттардағы, суреттердегі салыстырамыз. Ең ауырын және ең жеңілін анықтаймыз. Екі амалмен орындалатын есептер құрастырып, оларды шығарамыз. 1 центнерге қанша жетпейді? Мысалға баланың салмағы 30 килограмм екен. Ол 1 центнер болу үшін бірінші есімізге түсірейікші. 1 центнерде неше килограмм бар еді? 100 килограмм. Яғни қалай анықтаймыз? 100 килограммнан 30 килограммды азайтамыз. Неше қалады? 70 килограмм екен. Атайдың салмағы 82 килограмм екен. Бұл жерден естейміз? 100-ден 82-ні азайтамыз. 18 килограмм. Яғни 82 мен 18-дің қосындысы 100 болады. 100 килограмм. 100 килограмм 1 центнер. Сәбидің салмағы неше килограмм екен? 10 килограмм екен. 1 центнерге неше килограмм жетпейді? 90 килограмм. Күшіктің салмағы 12 килограмм. Оны 1 центнерге жеткізу үшін 88 килограмм керек екен. Бұзаудың салмағы 65 килограмм. Оны 1 центнерге жеткізу үшін бізге 35 килограмм қажет екен. Мұнда да күшіктің салмағы 5 килограмм. Оны 100 килограммға жеткізу үшін бізге қанша килограмм керек? 95 килограмм, яғни 5 пен 95-дің қосындысы неше болады? 100 килограмм болады екен. Яғни бұл жердегі ең ауыр кімнің салмағы екен? Атайдың салмағы 82 килограмм, ал ең жеңілі күшіктің салмағы екен. Біз тек үлкен бірлікті кіші бірлікке айналдыра аламыз. Үшінші тапсырма сантиметрмен өрнекте. 1 дециметрде неше сантиметр бар?
2 дециметр 2 сантиметрде неше сантиметр бар? Қане есептеп жұмысымызды тексереміз балалар. 1 дециметр 10 сантиметрге тең. 2 дециметр 2 сантиметр 22 сантиметр. 8 дециметр 6 сантиметріміз 86 сантиметр. 1 дециметр 4 сантиметріміз 14 сантиметр. 4 дециметр 8 сантиметріміз 48 сантиметрге тең екен. 3 дециметр 30 сантиметрге тең болады екен. Жарайсыңдар. Балалар, тағы да есте сақтайықшы. Әр түрлі өлшем бірліктеріндегі шамаларды бірдей ең кіші өлшем бірліктеріне айналдырып, содан соң қосу және азайту амалдары орындалады. Оны бұл есепте енді көмекке сол есте сақтауды алсақ болады. 1 дециметр 2 сантиметр. Бұл жерде көңіл бөлетініміз не? 1 дециметрді сантиметрге айналдырып аламыз. 1 дециметрде неше сантиметр бар? 10 сантиметр, яғни 10-ға 2-ні қоссақ 12, тамаша. 12-ден 8 сантиметрді азайтсақ 4 сантиметр. Ал 1 метрде неше дециметр бар? 10 дециметр. Енді балалар, өздеріңе түсінікті болған шығар. Яғни шапшаң есептеуге бейімделеміз. Тапсырмаларымызды тексереміз. Яғни түсіндіре отырып есептеп тапсырмаларымызды тексереміз. Дәптерге жазып жылдам есептесек, енді бұл тапсырмаға назар аударамыз. Тапсырмада салыстыру, артық кем болмаса тең таңбаларын қоюымыз керек. Дәптерге жазып жылдам есептейміз. 4 сантиметр 9 дециметр. Шамаларда қайсысы артық болады? Иә, дұрыс айтасыңдар, дециметр артық болады. Әні көз жүгірте отырып ауызша есептейміз, одан дәптерге жақсылап тұрып жазып есептейміз. 4 сантиметр артық 9 дециметрден дейді. Тапсырма дұрыс орындалған ба, балалар? 9 дециметр дегеніміз 90 сантиметр болады. Яғни тапсырма дұрыс емес. 7 дециметр тең 70 сантиметрге дейді. Дұрыс, балалар. 50 сантиметр артық 6 дециметрден дейді. Ал назар аударамыз, тапсырма дұрыс па? Дұрыс емес. Неге? 6 дециметрде 60 сантиметр бар. 3 дециметр кем 20 сантиметрден дейді. Мұнда да қате орындалған, балалар, қатені табамыз кәні. 3 дециметріміз 20 сантиметр, 30 сантиметр. Яғни тапсырма қате орындалып тұр. 8 дециметріміз 80 сантиметр, тапсырма дұрыс орындалған. Бұл жерде қателікпен орындалыпты, балалар. Екінші қатар тексереміз. Дұрыс орындалған. Дұрыс орындалған. Дұрыс па, қате ме, балалар? Мен дұрыс дегім келеді. 60 сантиметр дегеніміз 6 дециметр. 6 дециметрден 1 дециметрді азайтқанда 5 дециметр қалады. 4 дециметр дегеніміз 30 сантиметр болмаса, 30 сантиметрді дециметрге айналдырайық. 3 дециметр, 4 дециметр мен 3 дециметрдің қосындысы 7 дециметр. Балалар, қатемен жұмыс орындаймыз, дәптерге жазамыз. Және не себептен қате болғанын анықтап нақтылаймыз. Балалар, бүгінгі тапсырманы орындауда егер өзіңе 0-ден 10 балл алсаң, саған әлі де көмек қажет болып тұр. 11-18 балл жинақтасаң, әлі де талпыныс керек.
19-24 балл жинасаң, бүгін өте жақсы жұмыс жасадым деп бағаласаңдар болады. Үй тапсырмасы 66-шы беттегі екінші тапсырма. Екі амалмен орындалатын есептер құрастырып, оларды шығарамыз. Біз бүгін шығармадық, оны мен сендерге үйге беремін. Ал бүгінгі сабағымыз мәресіне де жетті. Сау болыңдар.